Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай шапкаға астар тігуді үйрететін боламын. Мен бұл шапкаға қара түсті флис материалынан астар тігемін. Және де менің бас орамының өлшемі 56,5 см, ал шапкаға тігетін астардың ұзындығын 21 см қылып тігемін. Сіздер өздеріңіздің өлшеміңіз бойынша тіксеңіздер болады. Және мен ұзындығы бойынша тіккенде қайырымсыз өлшемін алдым. Шамамен мына жерге дейін тігетін болам. Біз астар тігер алдында өлшеммен оған қағазға үлгісін сызып аламыз. Ол үшін бас орамын 4-ке бөлеміз. Бас орамын 4-ке бөлгенде менде 14,1 см болды. Мінекей, міне 14,1 см, екі жағын 14,1 см қылып, ал ұзындығы, менде шапканың ұзындығы 21 см қылып, осындай тік 4 бұрыш сызып аласыздар. 14-21 см. Және де шапканың енін 14,1 см ортасынан бөлесіздер, 2-ге бөлесіздер. Менде домалақтап алғанда 7 саны шықты. Міне ортасынан бөліп сызасыздар. 7 см-ден екі жағынан. Сосын ұзындығын, шапка ұзындығын 3-ке бөлесіздер. Менде 7 см болды. Жоғарғы жағынан 7 см осылай өлшеп аласыздар. Сосын мына ортасы мен мына шетін карандашпен осылайша сызып шығасыздар. Шамамен дөңгелек қылып осылай сызасыздар. Сосын мұны қазір қайшымен қырқып аламыз. Қағазға шапканың кескінін сызған кезімізде мына екі шетін дөңгелеп сызған кезде кішкене сопақтау қылып сызыңыздар. Қатты дөңгелетпей. Өйткені қатты дөңгелеп болған кезде кішкене ыңғайсыз болуы мүмкін шапканың ішіне салған кезде. Ал кішкене сопақтау болғанда шапканың формасына сай келіп тұрады. Мен қағазды қырқып болдым. Және де қағазды астардың теріс бетіне қойып осылайша бормен сызып шығамыз. Жан-жағын мен сызып болдым. Және де сызған кезінде төбесінен 7 см екі жағынан қырықтық қой. Соны белгілеп аламыз екі жағынан бормен әр тілімге. Және де астын белгілеп шығамыз осылайша. Және де екіншісін жасаған кезде осылай қасына тақап қағазды қоямыз. Сызған жердің қасына. Екіншісін, үшіншісін, төртіншісін дәл осылай қылып үстіне басып сызып шығамыз. 7 см өлшеп бормен басамыз. Мына шетін бормен белгілеп алып, келесін осылай жанынан қойып, осы 4 тілім өлшеп шығамыз. Мен 4 тілімді сызып болдым. Және де қағазбен матаға сызған кезінде ортасын белгілеуді ұмытпаңыздар. Әр тілімнің ортасын осылай белгілеп шығамыз. Енді мен сызып болдым. Енді қырқуға кірісеміз. Қырқан кезінде жанынан кішкене 3-4 мм-дей артық мата қалдырып қырқамыз. Мен матамды қырқып болдым. Енді оны осылайша етіп
қоямыз, бірінің үстіне бірін. Және ортасындағы тілік мында тұрады. Тілігі. Тілік ортасында. Енді мына екі жанынан ортасына дейін тігіп шығамыз. Мына сол жанын және оң жағынан ортасына дейін тігіп шығуымыз керек. Ол үшін инемен жіпті аламыз, өздеріңіздің астарыңыздың түсіне сәйкес келетін жіппен тігеміз. Мен қара жіппен тігем. Және тіккен кезінде бағанағы бормен сызған сызықтың бойымен тігіп шығамыз. Жай тігіспен тігеміз. Мінеке мен тілімнің ортасына дейін тігіп болдым, ортасы. Енді мен тағы бір қабат қылып, кері қарай тағы бір тігіп шығам, шетіне дейін, мына шетке дейін. Мен бір жағын тіктім. Енді екінші жағын тігетін болам, ортасына дейін. Мен шапкамның екі жағын тігіп болдым, мінеке. Енді шапкамызды осылай қосамыз. Осылай қосып, мына шетінен бастап соңына дейін тігіп шығамыз. Екі жақты біріктіріп. Егерде бөбенчик, шапкаңызды бөбенчик жасайтын болсаңыз, төбесінен кішкене мындай тесік қалдыруға болады. Бөбенчиктің жібін салып байлап қоюға. Маған оның қажеті жоқ, өйткені мен шапка бейне тігемін. Мен астарымды тігіп болдым. Енді бұны шапкаға қосып тігетін болам. Ол үшін шапкамызды алып теріс айналдырамыз. Мен уже теріс айналдырып қойдым, теріс бетімен. Және де ішін кез келген затпен толтырамыз. Осылай форма ұстап тұру үшін. Мен сүлгіні орап толтырдым. Тігуге ыңғайлы болу үшін жасаймыз бұны. Және де астарды теріс бетімен тұр, қазір тігіс бетімен оңға қарай айналдырамыз, оң бетіне. Шапканың артқы сызығын тауып аламыз. Менде мына жер артқы сызығы. Осы сызықпен астардың тігіс сызығын жанындағы сәйкес келтіріп осылай кигіземін. Енді тігуді бастаймыз. Мен тігіс көріну үшін осындай ақ жіппен тігіп көрсетем. Сіздер астардың түсіне сәйкес келетін жіппен тіге бересіздер. Мінеке ең алдымен инемізді астардың ішкі жағына салып бекітіп аламыз. Сосын астар тіккен кезде шетін қайырып, ішке қарай қайырып тігеміз. Міне, жіпті жалғадым. Енді шапканың петляларына жіпті инен ілем осылай. Енді астарға инемізді осылайша саламыз шетіне.
Астарды іліп алдық шетін. Енді шапканың петлясын іліп аламыз. Ар жағынан жіп көрінбейтіндей қылып. Осылайша. Енді астарды тігеміз. Осылай шапканы түгелмен аяғына дейін тігіп шығамыз. Мен шапкаға астарымды тігіп болдым. Ішінен қарағанда осындай болып шықты астар. Мінекей. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болып жатса комментарийге жазыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.